Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 4 А класс. Бүгін сәуірдің 23-і. 23:23. Сабағымыздың тақырыбы қызыл жұлдызға саяхат. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Бүгін сен қызыл жұлдыз туралы мәтін тыңдайтын боласың. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Жанартау, қатпар, шұңқыр. Енді сол жаңа сөздерді жазамыз. Пишем новые слова. Шұңқыр, яма, қатпар, складка, жанартау, вулкан. Балалар, қызыл жұлдыз туралы мәтін таңдаймыз. Ғаламшар не себепті қызыл жұлдыз аталады? Бұл ғаламшардың түсі қызыл болуымен байланысты. Қызыл жұлдыз жерден қанша есе кіші? Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кіші. Қызыл жұлдызда тау бар ма? Я, қызыл жұлдызда жанартаулар болған дейді ғалымдар. Қазір онда жердегі таулардан да биік таулар бар. Ал қызыл жұлдызда су бар ма? Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда бұрын су болған. Қызыл жұлдыз ғаламшарында өмір сүруге бола ма? Әрине, ол ғаламшарда өмір сүруге болмайды. Диалогты түсіндік пе, балалар? Ендеше осы диалогқа байланысты мәтін берілген текст. Соны оқимыз. Марс ғаламшарын қызыл жұлдыз деп те атаған. Себебі ғаламшардың түсі қызыл. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кіші. Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда жанартаулар болған. Қазіргі кезде қызыл жұлдызда жердегі таулардан да биік таулар бар. Марс ғаламшарын қызыл жұлдыз деп те атаған. Марс также называют красной звездой. Себебі ғаламшардың түсі қызыл, потому что цвет планеты красный. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кіші. Марс 2 раза меньше Земли. Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда жанартаулар болған. По словам ученых, в Марсе были вулканы. Қазіргі кезде қызыл жұлдызда жердегі таулардан да биік таулар бар. Сейчас в Марсе горы выше, чем горы Земли. Жақсы, балалар, енді септік жалғауларын есімізге түсірейік. Давайте вспомним падежи. Кім, не, кто, что, кімнің, ненің, чей, кімге, неге, кому, чему, кімді, нені, кого, что, кімде, неде, у кого, в чем, кімнен, неден, от кого, от чего, кіммен, немен, кем, чем. Енді балалар, бірінші тапсырма. Жанартау сөзін септеп жаз. Жанартау, вулкан. Не, жанартау, ненің. Өзіміз жазамыз. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Марсты қалай атайды? Марс жерден неше есе кіші?
Жақсы балалар, енді үйге тапсырма. Видеороликтегі берілген 2 тапсырманы орындап, маған жібереміз. Выполните все 2 задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.